Біріншісі 3а қосылған бұның квадраты 9а квадрат қосылған бұ. Тең квадратымен жақшылық жойылып кетеді. Квадратымен жойылып кетеді. 3 пен 9 қысқартсақ 1, 3 болады. Сонда нәтижесі қосылған в болады алымында. Бөлімінде қалды бізде 3аның өзі. Келесі есебіміз екіншісі 10а квадрат в. Жақшада x азайтылған y-тің квадраты бөлімінде 15аның 4-ші дәрежесі в x азайтылған y-тің кубы. Тең жойылып кетеді. Не жойылып кетеді? Куб жойылып кетеді бізде. Бұларымыз жойылып кетті. Екінші дәрежесі кетсе, 4-тің екінші дәрежесі ғана қалады. Қысқартамыз 5-ке 2 болады, 3 болады. Сонда 2 бөлімінде 3а квадрат x азайтылған y қалды. Үшіншісі 7а куб в куб қосылған в бөлшектің бөлімінде 21а квадрат в квадрат қосылған бұның кубы. Тең куб кетеді, екеуі қалады, біреусі жойылып кетеді. Енді жойылып кетті, бір өзі ғана қалды. Жойылып кетті, бір өзі ғана қалды. Қысқартамыз 3. Сонда бізде қалды АВ алымында бөлімде қалды 3а плюс бұның жақша сыртында квадраты қалды. Келесі 4-шісі бізде 3а минус в минусының квадраты бөлімінде 6а минус в минусы тең. Жойылып кетті да квадрат кетті. Жойылып кетті. Қысқартатын болсақ 2. А минусы бөлімінде 2-нің өзі ғана қалады екен. Келесі 5-шісі бізде x y азайтылған z-тің квадраты екен. Ал бөлімінде 2 y азайтылған z-тің өзі ғана. Квадратымен жақша кетеді, x пен x кетеді, сонда y азайтылған z-тің өзі ғана қалады екен. Ең соңғысы бізде 6-шісі 8m қосылған v 4m қосылған v. Жақшыларымыз бірде жойылып кетеді, m мен m жойылып кетеді. 8-ді 4-ке бөлсек 2 кетеді. Келесі есебіміз бөлшектің мәнін өзгертпей, оның алымы мен бөлімінде минус таңбасы болмайды етіп түрлендіріңдер дейді. Біріншісі минус 2x минус 5y. Екеуі де минус болғандықтан плюс болып кетеді де 2x 5y болып жазылады. Яғни екеуінің алдында да таңба жоқ. Екіншісі 8s-тің квадраты бөлімде минус 15
x. Минусты жақша алдына шығарып жібереміз. Сол кезде 8s-тің квадраты 15x болады. Яғни, мына минусымыз бүкіл санға тиесілі болып кетті. Одан кейін үшінші. Минус 3m 4n. Бұл минусты да алдына шығарып жіберсек, ол мына бір минуспен плюс болады. Сонда 3m бөлінген 4n болады екен. Келесі төртіншісі минус а минус в. Екі минусты қосып жіберетін болсақ, екі минусымыз плюс болады. Сонда минус а минус в-ға тең болады. Келесі бесіншісі бізде минус 3а-ның квадраты в минус 10m. Дәл солай, оның алдындағы минусты алдына шығарып жіберсек плюс болып кетеді де 3а-ның квадраты в 10m болады. Келесі алтыншысы бізде минус 5а в бөлімінде 8s-ді. Екі минус плюс болып кетеді, сонда 5а в 8s-ді.